Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен 2 ингредиенттен ғана тұратын өте дәмді десерт дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге банан мен шоколад қажет болады. Бананды блендердің көмегімен езіп алатын боламыз, немесе шанышқымен ессеңіздер де болады. Шоколадымызды су моншасында немесе микроволновкада ерітіп алатын боламыз. Дайындап алған пюремізге шоколадымызды қосатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз, біркелкі масса болғанша. Енді дайын болған массамызды формочкаларымызға салатын боламыз. Кез келген форма алсаңыздар болады. Бетін өз қалауыңыз бойынша әсемдесеңіз болады. Мен мұнда грек жаңғағын қолдандым. Морозильникке толықтай қатқанша қоятын боламыз. Менде 2 сағаттай тұрды дайын болғанша. Мінекей біздің десертіміз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын.